Қалайсыздар, құрметті сабаққа қатысушылар? Қарызсыз қоғам жобасы аясындағы қаржылық сауаттылықты арттыру сабақтарын жалғастырамыз. Қайталап айтайын, бұл бастаманың барлығы Аманат партиясының бастамасымен жүзеге асып, және де екінші деңгейлі банктердің демеушілігінен жүзеге асуда. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қарыз жүктемесін төмендету әдістері. Енді мен айтамын үнемі, барынша қарыз алмауға тырысу керек. Кредитке жоламаңыздар. Енді үй туралы көп айтам, себебі басты нәрсе мынандай ғой, егер сіз ипотека алатын болсаңыз, оны 10 жылға алдыңыз делік. 10 жылдан кейін не істейсіз? 10 жыл бойы төлейсіз. 10 жылдан кейін сіздің әйтеуір баспанаңыз өз атыңызға қалады, өз атыңызға ауысады. Ал ақшалай кредитті не істейсіз? Ақшалай кредиттің біріншіден процент өте жоғары болып келеді. 30-35-40%-ға дейін кетіп қалатын ақшалай кредиттер бар, егер дұрыс санай білмесеңіз, дұрыс мән бере білмесеңіз. Оны 10 жылға алдыңыз делік. 10 миллион ақшаны 10 жылға алдыңыз. Оны сіз 20 миллион үстіне 25 қылдырып қайтарасыз. Бірақ соны 10 жылдан кейін ол ақшаңыз өзіңізде қалмауы да мүмкін. Ана алған 10 миллионыңызды сіз не істейсіз? 10 минутта жаратып тастауыңыз мүмкін. 10 күнде жаратып тастауыңыз мүмкін. Көрдіңіз бе? А сосын 10 жыл бойы несие төлеп жүресіз, қиналып. А 10 жылдан кейін несие біткеннен кейін сіздің қолыңызда 10 миллион немесе ана 10 миллионыңыз 100 миллион болып кетті деген нәрсеге мен қатты келісе алмаймын. Кейбір адамдар айтады, қайбір адам жетіскеннен кредит алады деп айтады. Ешкім жетіскеннен кредит алмайды. Бірақ сіз бір нәрсені түсіну керексіз. Өзіңіз сол жетіскеннен кредит алмай тұрсыз, сол жетіскеннен кредитті алғалы тұрсыз. Ал енді сол кредит алғаннан кейін өміріңіз қаншалықты жетісіп кетеді? Қаншама азаматтарымыз ойлайды, мен ған тесет, тіпті неге сөйтіп айта бересің, еріктеннен кредит алмаймыз ғой? Еріктеннен ешкім алмайды, қиналғаннан алады. Бірақ сіз бір нәрсені түсіну керексіз. Сіз несиені нақты бір мақсатта пайдаланбасаңыз, нақты бір осы бір несиені мен бизнес үшін мен келісем. Инвестиция үшін келісем. Несие алыңыз, жарайды, рисковать етіңіз, тәуекелге барыңыз деп айтам. Ал келетте кейбір адамдар той үшін iPhone алғым келді, ана новый шығыпты ғой, 15-і, 16-сы шығып жатыр ғой. Ана елден қалмайын дедім. Немесе бір брендовый бір нәрсені алайын деп едім, 12 айға бөліп төлеу деп шықты, 24 айға бөліп ала салдым. Оның барлығы айналып келгенде несие ғой, құрметті сабаққа қатысушылар. Сондықтан да ойлану керек. Бір ғана нәрсе, сіз қазір жағдайыңыз қиын болып бір ямада тұрсыз, шұңқырда тұрсыз. Бір 2 метр шұңқырда тұрсыз. Сіз білесіз бе? Көп қарыз алған сайын, одан сайын ана шұңқырды сіз өзіңіз қазып, 5 метр, 10 метр, 15 метр тереңге кіре бересіз. Көрдіңіз бе? Сондықтан бүгінгі сабақта негізгі осы қарыз жүктемесін төмендету әдістері, бұны біз не дейміз? Қар әдісі бар, одан кейін қар көшкіні десек болатын шығар, енді лавина деп тұр. Лавина әдісі. Қар әдісінде сіз бірінші кезекте аз қарыздардан құтыла бастайсыз. Яғни болады. Мына банкке осынша айына, мен елге қанша ақыл айтқанмен, мен өзімнің басында да 2 ипотека бар. Бірақ енді менің ипотекам 5%-бен алынған, ол саналы түрде есептелген ипотека, себебі базалық мөлшерлеме бізде 15%. Мен басқа банк, отбасы банк емес, басқа банктен 25-30%-бен алатын едім. 5% деген ол табыс көзін растамай, ол жақсы. Мысалға айтқым келген. Сол кезде менде де не істеймін? Ипотека қарызымды бірінші кезекте жазам. Әр айдың, мысалға, мен 7-сіне дейін төлеймін бір ипотеканы әр айдың 25-сіне дейін төлеймін деген секілді. Тура сол секілді мына жерде де бірнеше қарыздар жазасыз. Мен енді білмеймін, банкке ғана қарызым бар, адамға қарызым жоқ екен. Десе де сіз Мырқымбайға қарызым бар, Бәтимаға қарызым бар дегенде бәрін жазасыз. Бірақ сіз қолыңызға түскен ақша болатын болса, сол аз қарыздардан құтылу әдісін таңдасаңыз, ол әрине қар әдісі деп атауға болады. Бұның да бір өзіндік бір несі бар. Ана кішкентай қарыздан тезірек құтылып тастайыншы деген сияқты бір психологиялық бір жеңілдеу бар да бұл жерде. Мынаны құтылып тастайын, кейін ана үлкен қарыз қалады ғой деген секілді. Ал енді кейбір адамдар бар, керісінше лавина, көшкін, мынау қарды білесіз ғой, домаланып
дәу болып тұратын, мысал ретінде есте сақтау үшін айтып жатқаным лавина. Значит, үлкен нәрсе көз алдыңызға елестеді ме? Бірінші кезекте үлкен қарыздардан құтылу. Мысалға бар ондай адам, мен кезінде бір танысым болады, жақын араласам ғой, маған студент кезде ғой, 20 мың ба, 15 мың ба сондай қарыз болды. Мен айтым да, ай, мына қарызды берсеңші десем, маған айтады, ой, қоя тұршы, сенің қарызың әлі кішкентай қарыз ғой, мен анаған 100 мың қарызым, бірін соны беріп алайын дейді. Сонда ойлаймын да, бұның ойындағы нәрсе лавина екен ғой деген секілді. Ал кейбір адамдар бар, қара әдісі деген секілді, жаңағы мен айтқанда аз-аздан құтылып, одан кейін жоғары қарыздарын жабады, осындай нәрсе бар. Оны енді өздеріңіз блокнотқа жазып жасайсыздар. Бұл жердегі жаңа айттым, қара әдісі сол психологиялық жағынан қолайлы, себебі қарыз жылдам төлеп, әйтеуір бір нәтижеге жету неге шығады, көз алдыңызда болады. Ал лавина әдісінде қиналып кетуіңіз мүмкін, бірақ одан негізгі қарыздан құтылсаңыз, басқа қарыздарыңыз салыстырмалы түрде азая береді, Одан кейін бір қаржыға байланысты бізде енді банктер кейде ұсынып жатады, қайта қаржыландыру, оны біз не дейміз, рефинансирование дейміз, немесе тағы да бір әдіс бар, ол қайта құрылымдау деп жатамыз. Немесе кредиттік каникул сұрап жатамыз. Енді әрине бұл кредиттік каникул кішкене қиын, ол анандай бір төтенше жағдай, пандемия кезінде болды, кез келген банк оған келісе бермейді. Біз мына парламент қабырғасында жүріп, әскерге баратын азаматтарға қазір кредиттік каникулды жасадық. Егер де сіз армияға баратын жігіттің мойнында кредиті болса, ол заңды түрде кредиттік каникулға бере алады. Көрдіңіз ба? Бірақ айтайын, бірден кредиттік каникул бәрінде бар деп айта алмаймын. Кейде болады, банктер индивидуалды түрде сіздің жағдайыңызға байланысты қарастыру мүмкін. Мысалға, несие сіздің атыңызда, күйеуіңіз жалғыз асыраушыңыз қайтыс болып кетті. Сондай жағдайда, мысалға, банк тарапынан сізге бір қандай да бір кредиттік не берілуі мүмкін. Бірақ ол бәріне емес, жағдайға байланысты, осыны ескеру керек. Ал мынау қайда құрылымда ол қарыз шарттарын өзгерту, ол қарыз алушыға жүктемені жеңілдетуге көмектеседі. Бұл несиенің мерзімін ұлғайту немесе төлем сомасын азайту арқылы жүзеге асады. Яғни сіздің қарызыңыз собеті қалады делік. Мысалға 500 мың қарызыңыз бар дедік. Оны 10 айға алдыңыз сіз. Айына 50 мың теңге төлейсіз. Сізге қиын болып жатыр ол. Қымбатшылық, тағы бір жерден қысқарып қалдыңыз, бір жерден саудаңыз болмай жатыр делік. Сөйтесінде қайта құрылымдауға тапсыру арқылы сол 500 мың қарыз, бірақ срогын өзгертесіз. Мысалға 10 ай емес, 20 ай сұрап көресіз. Ол кезде айтады, жақсы, қосымша оның міндетті түрде банкте не емес қой, біздің мама, папа емес қой. Ол да қосымша жаңа жылдық мөлшерлемемен қосатын жерін қосып береді. Бірақ салыстырмалы түрде қайта құрылымдаудың жолы арқылы сіздің ай сайынғы төлейтін сомаңыз азаяды, бірақ жылыңыз көбейіп кетеді. Көрдіңіз бе? Қарапайым тілде айтатын болсақ. Қайта қаржыландыру, бұны рефинансирование деп жатады. Кейбір банктерде жарнамасы өте белсенді жүріп жатады. Десе де бұл енді барлығында емес екенін ескертіп өту керек. Бұл барлық қарыз шарттарын өзгерту процесі. Яғни пайызында, ішіндегі ай сайынғы төлемі, неше жылға деген толығымен ол өзгерту процесі. Яғни өзгеріске ұшырап, сіздің қарызыңыз бір банктен бір банкке өтеді. Мысалға сіз бәріміз жақсы көретін Каспий банк дейтін болса, Халық банкте рефинансирование болса, Каспийден Халыққа барады да, сол Халық банктың жаңа шарттарымен сол рефинансирование жасалады. Ал сөйтіп жаңа сізге несиелік шарт береді. Сөйтіп сіз қарайсыз, ол кезде біз андай болып кетеміз, оқымысты болып кетеміз. Басында ең бірінші алған кредитті оқымаймыз бәріміз. Аламызда қол қоя береміз болып, соңында качетке қораға кіретін өзімізді. Енді мен барынша айтам, көп нәрсені қарапайым тілде түсіндіргім келеді. Бағанада айттық қой сабақтың басында кредит жайлы. Сөзге де мән беріңізші, қазақша. Кредит. Ит. Креди ит. Болды. Ол ит деген сізге былайша айтқанда қарыз,
миыңызда тұрады, абалап үнемі маза бермейді. Одан қалса отбасында да айқай, жанжал, анау иттер үріп тұрады ғой, тура сол сияқты ай сайын келіп тұрады. Сондықтан әрбір кредит алатын кезде адам саналы түрде алу керек. Анау жаңағы қаржыландыру, рефинансирование бәрін жасап болғаннан кейін бар келісім шарт қараудың ешқандай пайдасы бермейді сізге. Сіз ең бірінші кредитіңізден бастап саналы түрде есеппен жасауыңыз керек сол нәрсенің барлығын. Бізде өкінішке қарай пойыз өтіп кеткеннен кейін барып, 2 жыл өткеннен кейін барып ана кейде келісім шартты ашып, маған суретін жіберіп жататын азаматтарымыз бар да. Әрине ол дұрыс емес. Одан кейін реструктуризация деген бар, енді кейбір банктың терминдері осылай орысшаланып жатады. Бұл қарызды толық жоймайды, бірақ уақытша қаржылық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Бұның да өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктерін саралау керексіз. Енді артықшылықтарын айтсақ, бағана айтқанда ай сайынғы төлемдерді азайтады, қарыз жүктемесін азайтады, және де қалпына келтірілген мүлікті сақтау мүмкіндігі бар. Ал кемшіліктерінде әрине бағана айтқандай не ұзарады, срок ұзарады, одан кейін банк тарапынан да қосымша пайыздар болуы мүмкін, шығындар мен комиссиялар, бірақ қатты тиімді бола бермейді қайта қаржыландыруға қарағанда. Бірақ бұл да бір қарыздан құтылудың, өзіңіздің ай сайынғы қарыз жүктемесін төмендетудің бір жолы ғой. Ал енді кредитті қайта қаржыландыру процедурасы қалай жүзеге асырылады десек, ол жаңа айтқандай, әрине сіз дәл сол шарттарға сәйкес екінші деңгейлі банкты табасыз, сол менеджерларға барып, міне менде осындай қарызым бар деген секілді, мына банкте сіздер жұмыс істейсіздер ме осымен деген секілді, сөйтіп ол сіздерден сол банктың келісім шартын алып, одан кейін барып олар рефинансированияға дайын болса, сол процесті жүзеге асырады. Бұның енді негізгі себептері сол пайыздық мөлшерлемені төмендету бұрын болуы мүмкін. Сіз 25%-ден алдыңыз, банк уақытша бір акция жасауы мүмкін өзіне клиент тарту мақсатында. Рефинансирование мысалы 20%-ден жасаймыз деген ұсыныс білдіруі мүмкін. Енді әр банкте әртүрлі, бірақ бір нәрсе айтқым келеді, дәл қазіргі кезде мынау базалық мөлшерлеме бізде өсті ғой, 15%-дан артық. Бұндай жағдайда рефинансированияда ғада екінші деңгейлі банкте барып жатқан жоқ көп жағдайда, осыны ескеріп. Егер мен келсем, бұрынғыдай базалық мөлшерлеме 10%-ға түсіп жатса, немесе 9-да 5%-ға түсіп кеткен жағдайда, онда кейбір банктер осындай қайта қаржыландыруды ұсынуы мүмкін. Бірақ қайта қаржыландыруды тағы бір тиімді несі, кейбір азаматтарымыз шетел валютасымен алып жатады. Доллармен, кредитті, немесе басқа валютада деген секілді. Сонда бұл тиімді. Өйткені білесіздер, курс үнемі өсіп отырады. Бұны енді нақты мысалда көрсетсек, презентациядан көріп отырса, мысалға сіздің қарызыңыз жаңа айтқандай банкте, мысалы 15% жылдық мөлшерлемемен дедік, сізде 1 миллион теңге қалдық қарызыңыз қалды. Оны ай сайын 25 мың теңге төлеп жүрдіңіз. Одан кейін қайта қаржыландырудан кейін сіздің кредитіңізді немесе ипотекаңызды жылдық 10%-ға түсіреді, ал ай сайынғы төлеміңіз 25 мың емес 20 мың теңге болады дегенде. Бұның енді бірнеше өзіндік артықшылықтары бар. Қарыздарды біріктіру мүмкіндігі бар. Бірнеше кейбір адамдар бар, мысалы. Бір кісіні кездестірдім. 12 банк, оның ішінде микроқаржы ұйымдары бар, бәрінен ала берген дейді, мысалға. Бас айналып кеткен. Қай банкке не төлейтіні. Бұндай жағдайда сол барлығын бір банкке біріктіру мысалға мүмкіндіктері болып жатады, қарыздарды біріктіру. Одан кейін жаңа айтқандай пайыз салыстырмалы түрде төмен мөлшерлемеде болуы мүмкін. Ай сайынғы төлеміңіз азаюы мүмкін. Немесе жаңағы шетел валютасында алынған қарыздарды қайта қаржыландыру арқылы ұлттық валюта, өзіңіздің теңгені айтып өттім, сосын мүлікті қорғау мүмкіндігі бар. Егер қарыз кепілдікке қойылған мүлікке қатысты болса, қайта қаржыландыру арқылы оны сақтап қалуға болады. Мына бір жерде замечание жасасаңыз, презентация шыққанда шетел валютасына қайта оралу емес, шетел емес ұлттық валютаға қайта оралу болу керек. Өйткені дұрыс емес, елдердің барлығы доллармен алып алады, доллармен теңге ғой.
ұлттық валютаға қайта оралу мүмкіндігі бар рефинансированияда. Ал енді бұл қайта қаржыландырудың негізгі кемшіліктеріне келетін болсақ, көптеген банктерде бұл жоқ енді. Ондай неге төмен пайызбен қайтадан сізге беріп қою мүмкіндігі аз. Бірақ айтып отырмын ғой, кейбір банктерде болады. Клиент тұтынушыны көбейту мақсатында, өзінің бір пиарын көбейту мақсатында ондай акциялық жағдайлар болып тұрады. Сондықтан бағанағы айтқандай, кешегі сабақтарда айтқандай, үнемі адам ізденіс үстінде жүру керек. Қайта қаржыландыру қарызды шешудің жылдам әрі тиімді тәсілі, бірақ нәтиже қарыз алушының шешімдеріне байланысты. Яғни сіз қалағанымен банк тарапынан да оң шешімін табу керек қой, қарапайым тілмен айтқан кезде. Осы нәрсені есте сақтасақ екен. Одан кейін мынау қарыз берушілермен келіссөздер жүргізу арқылы қарыз жүктемесін төмендету мүмкіндік бұл жерде. Егер уақытша қаржылық қиындықтар болса, қарыз берушіге дереу хабарласып, пайыздық мөлшерлемені төмендетуді немесе уақытша кредиттік каникулдарды сұрау қажет. Бұны біз бағанағы сабақтың басында айттық, негізгі қорытындысы. Бірақ каникул жеке қарастырылады. Қайталап айтайын, мына жерде сабақты 50 мың адам қарап отырса, 50 мың адам 20 мыңда кредит болып, 20 мың бәрі қаржылық каникул бар екен деп шығарудың қажеті жоқ. Ол 20 мыңның 100 адамға жеке жағдайына байланысты қаржылық каникул болуы мүмкін. Бағана оны мен мысал ретінде айттым. Мысалға, мына жерде де нақты мысал тұр. Негізгі мақсат сол банк барынша клиенттерді өзінде ұстап қалу, лояльды клиенттерді көрсету. Өзі кейде болады ғой, бір 10 адам жиналсақ, сен қай банкты пайдаланасың десем, әрқайсымыз өзіміз пайдаланатын банкты мақтап кетеміз ғой, мен банкым анау айтады, ой сен банкыңда анау жоқ, мынау жоқ, зато приложение осыны, мынада кэшбэк бар, мынада бонус бар, бұл ақшалай кредит маған 5 минут берді, 10 минут берді. Көрдіңіз бе? Бұның барлығы айналып келгенде банктың маркетингі, біз оларды айтқан сайын олардың да жұмысы жүреді, олардың да тұтынушылар көбейе береді. Бірақ біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Банкке барғанда бір нәрсені біліп барыңыздар. Осымен мынау қарыз жүктемесін азайту жайлы видео сабағымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет.